Енді бір өткен кеткенді еске алып, біраз әңгіме айтылған шығар. Қаншалықты өзгергендеріңіз жайында? Я енді Баусы ханым алдында осы жерге Ағеке мен Сержан ортаға шығып айтты ғой, бізге 1 жылдық айтқанымыз бар. Енді көбінде андай ғой, жай бір жерге бара саламыз деген сияқты бір ерекше қылып бір өткізгіміз келді. Өзіміз үшін де бір приятно болғаннан кейін, өзімізбен бірге отырып сөйлесіп, Алишер маған өзінің бір осы уақытқа дейін жаңағы рахметін айтып, мен де оған өзімнің рахметімді айтып деген сияқты, бір-бірімізде барымызға шүкір етіп деген сияқты. Сондай бір керемет бір ужин болды енді Баусы ханым, өзіме бір қатты ұнады десем де болады. Жарайсыздар, өте дұрыс, шынымен де айтып жатсыз. Тек қыз баладан емес, тек ер азаматтан емес, қыз баладан да айтылуы керек. Осылай жасайық, осыны біз салтқа айналдырайық, өзіміздің екеуміздің мерекеміз болсын деп айтып отыру, оны бұлдамау, екеуіңіз екі жақтап, қоштап, соны мереке қылу деген сіздердің қолдарыңыздағы. Келсем, негізі шынымен де біз еркектер андай қатты уже серьезный отношение кіріп кеткен моментте ұмытылып кетеді екенсің. Соны тамақ жей саласың, бит бара саласың, сөйтіп еске салып тұрғанда дұрыс екен негізінде. Болып жатыр менің өмірімде деген сияқты. Енді ол үйлену адамның өмірінде бір-ақ рет болғандықтан, маған ол нәрсе қатты важны да. Мен жаңағыдай переживание қатты больше бар да. Ертең шынымен де мен отбасы бола аламын ба? Бір сұрақ қойып аламын өз-өзіме арасында. Мен шынымен де тұрмысқа шығайын деп жатырмын ба? Алишерге толықтай енді сеніп тұрмын ғой Баусы ханым, бірақ қандай қыздың бір қорқынышы болады екен, любой адамның бір қорқынышы болады. Ол енді бір ойнайтын зат емес болғаннан кейін бір уайымдайсың қатты шы. Алишер де маған сұрақ қояды, енді шынымен қайта сұрайды да менен шынымен сен маған үйленуге дайынсың ба деп сұрай береді. Мен айтам, қойшы неменеге сұрай бересің деймін да, мен шынымен де дайынмын деп, нақты 100% дайын екенімді күнде айтам да. Енді былайша айтқанда енді арасында болып тұрады сондай қорқыныштар. Бірақ шүкір. Баласы болғаннан кейін енді болып тұруы мүмкін. Болып тұруы мүмкін. Главное сол енді ойланып қалмау керек. Соны айтайын деп тұрмын ғой, сол қорқынышы андайға айналып кетпесе болды да, шынымен ойбай жоқ деген сияқты қылып. Бірақ негізі жаңа айтып жатсыз ғой, прогресс жайлы. Бізде прогресс бар. Мысалы, ұрыссамыз, бізде ұрыспаймыз емес, енді бізде ұрысып қаламыз, бірақ біздің Аллаға шүкір ұрысымыз шай орамал кепкенше ғой. Ұрысып қаламыз, потолок 1 сағат созылады, болды. Одан кейін қайтып достасып, сол моментте ақылдасып, сөйлесіп, күшті қылып кетеміз. Сол нәрсеге мен қатты қуанып жүрмін. Бұрында 1-2 күнге созылатын, бұның ұрысы кәдімгідей кетіп қалатын, ана жаққа дейін. Қазір қаншаға созылады? 1 сағат. 1 сағат содан толасасыздар. Негізі біз сол нәрсені түсінбейдігімізді бағана айтқанда, мен еркек мысым депші, ондай мен өзгерте алмайды екенсің. Осындай қамқорлықпен бағанағындай көмектесіп жіберіп, өзің ыңғайыңа келдіруіңе де болады деген ғой. Сол тактика жақсы екен негізі. Енді Баусы ханым күшті кәдімгідей тәтті әңгіме отыр. Енді сен Аягөз Алишердің ата-анасымен таныстың ғой, сен Аягөздің ата-анасымен таныстың, біріңе танысып жүрсіңдер, бірақ та ата-аналарың бір-бірімен танысты ма негізі? Ата-аналар бір-бірімен танысады, қашан мен сөз салып алайын, содан кейін болады. Просто енді бір-бірің үйінде жүрсіңдер деп жатқаным ғой, жаңағы туысқандармен танысып жатсыңдар деген сияқты, сосын тұрып жатқан. Енді былай ғой, мысалы, главный біз танысып қойдық. Мен барып танысып қойдым, Аягөз келіп танысып қойды, уже онда тұрған ештеңе жоқ негізінде. Өйткені андай ғой, қалай айтсам болады, уже қазірден бастап шынымен үйленетін адам өзін жақсы жағынан көрсете беру керек. Үйдегілеріне де, бұл Аягөз мен үйдегілеріме деген сияқты қылып, что ертең тәтті шай болған кезде де, что біз уверенно отырамыз да, болды деген сияқты қылып ше. А так ондай жаман нәрсе емес. Енді сол ата-анамыз танысып алғаннан кейін, мен енді ата-анам да өздері рұқсат беріп жүрді. Үйге келген сайын Алишер мысалға мені күнде үйден алып кетеді, осы жерге алып келеді, апарып тастайды деген сияқты. Сол кезде күтіп тұрған кезде, сыртта тұрып қалған кезде, папам ішке кіргізіп шай бер деген сияқты әңгімесін айтқаннан кейін, мен енді ондай жоқ деп нетпеймін ғой. Сондықтан бізге ол абсолютно нормально болып көрінеді. Енді басқа адамға енді ол жаман ерсі болып көрінуі мүмкін. Енді ата-анам жақсы қарайды ол нәрсеге. Бірақ араласып бір-бірлеріңізбен барынша Алишерді жақсы жағынан көрсетейін өз ата-анама. Алишер, сіз Аягөзді жақсы жағынан көрсетейін деп жүргендеріңіз өте ақылдылық деп білемін. Барлық жұптарымызға да осындай жұғысты болсын дегім келеді. Және де енді қатысушылар, менің жаңа енді байқағаным, тіпті Мадинаға не болды? Нұрай, сіз де жаңа жасырып қалдыңыз қыздар. Мадина?